Мағлуматларға қарағанда, республикамызда 70 мыңға жақын эндокринологиялық кеселіктер менен науқасланған пұқаралар есапқа алынған. Кеселікті ерте анықлау, оның алдын алу һәм емдеу үшін қанегелердің білім һәм тәжірибесін асырып бару оғада әхметлі. Академик Турақұлов атындағы эндокринологиялық ilmi-әмели медицина орайы Қарақалпақстан Республикасы филиалында өткелген оқу семинары осы мәселелерге бағышланды. Мағлуматларға қарағанда, дүния жүзінде эндокринологиялық кеселдіктер менен науқасланғанлардың саны жылына 5%-ке көбейіп атырғанлығы анықланған. Республикалық қанегелестірілген эндокринологиялық ilmi-әмели медицина орайынан келген шпайкерлердің басты мақсаты бұл кеселдікке қарсы күресуде қанегелердің тәжірибесін асыруға қаратылған. Семинарда қантлы диабет кеселігінің профилактикасы, оны ерте анықлау, алдын алу бойынша тараудағы соңғы жаңалықтар, енгізілген өзгерістер хақында түсініктер беріп өтілді. Endokrin kasalliklar shunaqa kasalliklarki, odam sezmaydi kasal bo'lib qolganini birdaniga. Men yaxshiman deb yuraveradi. Lekin agar o'sha xalq o'z vaqtida oilaviy shifokoriga murojaat qilsa, vaqtida kasallikni oldini olsa, kasallik birinchidan rivojlanib ketmaydi. Ikkinchidan bu kasallik oldi olinadi. Qoraqalpoq Respublikasida hozirgi paytda 750 ta oilaviy shifokor mavjud. 80 tadan oshiq endokrinologlar bor. Shularni hisobga olib, oilaviy shifokor va endokrinologlarga kitobini ishlab chiqarib, biz olib keldik. Bunda qandli diabet kasalligi tashxislash algoritmi, qandsiz diabet kasalligini tashxis algoritmi, semizlikni va qandsiz diabet hamda qalqonsimon bez kasalliklarini tashxis algoritmi hammasi ko'rsatilgan. O'quv qo'llanma bo'ladi har bitta shifokor uchun. Ләж давамда эндокринологиялық кеселіктер профилактикасы бойынша іслеп шығылған арнаулы оқу қолланба менен қатынасушылар жақыннан таныстырылды. Бұл кітаптың басып шығарылуы ұсын науқаслық менен байланыслы болған машқалаларды өз уақытында шешуде кеселіктің асқынып кетуінің алдын алуға имканият жаратады.